Бейіт басындағы ойын. Екінші бөлім. Бірінен соң бірі артынан еріп, қазан ошақ, төсеніштер тастап жүгіре жөнелді. Асфальтқа жеткенде барлығымыз қорқыныш дауыстан жалт бұрылдық. Құдды біреу: «Бейіт басына жын ойнаққа айландырдыңдар, тыныштығын бұздыңдар», деп айқайлап жатқандай. Аспанға көтерілген от бізге бет алғандай болды. Ішімнен бісмилләні айтып, көлік тоқтаған тілей бастадым. Топ-топқа бөлініп, жол жиегінде қол көтеріп тұрмыз. Сәтін салып, көлік аялдап, ауданға жетіп үлгердік. Бір-бірімізбен қоштаспастан үйге бет алдық. Ертеңінде көрші Сенбатаға барлығын баяндап бердім. Сонда ақсақал: «Айналайындар-ау, не бүлдіргенсіңдер? Шариғат бойынша тыйым салынған амалдар бар. Оның ішінде қабір басында ұйықтауға, дәрет сындыруға, ойнап күлуге, әзілдеп қалжыңдауға, зират маңында пайдасыз бос сөздер айтуға болмайды. Сол секілді ішімдік ішу, темекі шегу, насыбай ату сынды жөнсіздік жасамау керек еді. Сендердің бұл жасағандарың үлкен қателік болды. Түстен қалдырмай кешегі жерге қайтып оралыңдар. Бейіт басына барып, жерленгендердің әруағына құран бағыштап қайтыңдар», деді. Түс ауа жігіттермен жиналып, домалақ көлге жетіп, түндегі орын алған бассыздық үшін жаратқаннан кешірім сұрап, аруақтарға дұға бағыштап қайттық.